Ассалаумалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызашарға осындай ерекше жаппасай тағамын жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Басқа да ауызашарға арналған жаңа рецепттерімді жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз сәбіз, картоп, ұн, томат, тұз, чеснок, жұмыртқа, су, ет және де сұйық май. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып араластырып, біртіндеп ұнымызды салып, қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды өте жұмсақ қылмаймыз, орташа қаттылықта илеуіміз қажет болады. Қамырымызды бөлме температурасына 1 сағатқа қоямыз. Етімізді осылай 4 бұрыштап турап аламыз, және де қызып тұрған қазанымызға етімізді салып, суы шыққанша қайнататын боламыз. Және де тағы да үстіне еселеп су құйып, толықтай жұмсарғанша бұқтыратын боламыз. Келесі сарымсағымызды осылай 4 бұрыштап ұсақтап турап алатын боламыз, және де чесногымызды ұсақтап тураймыз. Чеснокты өз қалауларыңыз бойынша қоспай қоюларыңызға да болады. Картопымызды өте ұсақ қылмай, осылай орташа көлемде 4 бұрыштап турап аламыз. Картопымыз қарайып кетпеу үшін осылай суға салып қоятын боламыз. Сәбізімізді де жақсылап 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Етіміз толықтай жұмсарғаннан кейін томатымызды салып, қалған туралған заттарымыздың барлығын біртіндеп салып, барлығын жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды да салуды ұмытпаймыз. Барлығы жақсылап қуырылып болғанша енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды, яғни өте қалың қылмаймыз, жұп-жұқа қылып жаюымыз қажет болады. Сол кезде қамырымыз тез пісетін болады. Қамырымызды осылай міндетті түрде маймен бетін майлап аламыз, және де осылай 4 бұрыштап барлығын кесіп аламыз. Картопымыз қуырылғаннан кейін үстіне су құйып, су қайнағаннан кейін дайын қамырымызды осылай бетіне салып шығамыз. Ортасын ашық қылып қойыңыздар, сол кезде қамырларыңыз жақсы пісетін болады. Міне өте ерекше болып шығатын жаппасай тағамы дайын болды. Ауызашарға міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Басқа да ауызашарға арналған рецепттерімді жіберіп алмайтын боласыздар. Ұстаған оразаңыз қабыл болсын.